Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақстанның белгілі композиторы марқұм Арман Дүйсеновтің ұлы Абылай Арманұлы қайтыс болды. Суық хабарды тележүргізуші Ләйла Сұлтанқызы мәлім етті. Соңғы болған оқиғаларды естіп жүректен жүрек қалмады, көңілім құлазып отыр. Бүгін тіпті Арман Дүйсеновтің ұлы қайтыс болды деген хабарды естіп, отбасына қайғыра көңіл айтамын. Бекем болыңыздар. Алла бәріне ғұмыр сыйласын. Қазақта аталатсаң да боталатпа дейді. Анасына өте ауыр. Бекем болыңыз. Осы Кеңсай зиратында Қайрекең мен Арман Дүйсенов қатар жатыр. Ол кісі екеуіне Құран бағыштадық деп фото-видео жіберіп тұрады. Рахмет сізге, деді журналист. Айта кетейік, аталған жайтқа қатысты Алматы қалалық полиция департаменті пікір білдірді. Аталған дерек бойынша Бостандық аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады. Оқиғаның себебі мен мән-жайы анықталуда, деді Алматы қалалық полиция департаменті баспасөз қызметі. Ал дәл осы аталған қайғылы жағдайды қастықпен өлтірді деген Мақпал Жүнісова өз пікірін жеткізді. Марқұм Арман Дүйсеновтің тұңғышы Абылай Арманұлын біреулер қастықпен өлтірді деген суық хабар жетті. Иманы саламат болсын. Өлтірген адамды тауып жазасын беру керек. Айсұлу, айналайын, Алла сабыр берсін. Кеше ұшып кетіп едім. Туғандарына, анасына, қарындасы мен бауырына қайғырып көңіл айтамын, деді халық әртісі. Марқұмның отбасына арнамыздың атынан біз де қайғыра көңіл айтамыз.